Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде Тибет каналы. Өзіңізбен доктор Шерхан. Көптеген сұраныстарыңыз бойынша бүгінгі тақырып өздеріңіз білгендей мұрской, яғни ерлер тақырыбы болып отыр. Яғни біздің елде және жалпы әлемде дамыған ерлердің арасында 70-80% ауру простатит, қуық асты безінің қабынуы дейміз. Бүгін осы жайлы толықтай ақпарат беріп өтетін боламын, және де үй жағдайында қандай да бір ем болатын болса, соның барлығын жоғары сапалы жаттығу арқылы көрсететін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал біз жалғастырамыз. Простатит, яғни екі түрге бөлінеді. Біріншісі ол созылмалы простатит, яғни хронический простатит деп атаймыз. Екіншісі ол қандай? Яғни острый простатит, яғни күшейген түрі дейміз, былай айтқанда күшейтілген түрі простатиттің. Екеуінің айырмашылығы неде? Яғни созылмалы простатит, яғни хронический простатит, ол ұзақ жылдар бойы келе жатқан ағзаңыздағы инфекциялар, яғни дәретке шыққан кезде ашып шығуы, шыққан кезде толықтай шықпауы, және де кішкене қалып кеткендей сезімдерде боласыз, және де ол жылдар бойы келе жатқан осы әдетке айналып қалған сол хронический простатит болып табылады. Екінші мәселе ол күшейтілген түрі, яғни дәретке шыққан кезіңізде толықтай шықпау, үзіліп шығу, және де екі шаттың арасында ашу, тамырлардың ашу, және де дәретке шыққаннан кейін мүшенің үш жағында ашу деп аталады, ашимыз. Как будто бір тұз жиналғандай болып ашып тұрады, және де түнде көп шығу, түнде сағат 2-ден кейін көбінесе басталады. Тура бір 10 литр су ішіп қойғандай туалетке жүгіргің келіп, дәретке барғың келіп тұрады. Вот сол именно простатиттің күшейтілген түрі болып табылады, ағайын. Енді көп адам сұрап жатады, простатиттің белсіздікке, яғни потенцияға қатысы бар ма, қаншалықты қатысы бар деген. Жоқ. Мен сіздерге как медик ретінде айтайын, простатитпен, яғни простатамен белсіздік немесе потенция эрекцияға, яғни мүшенің тұру проблемаларына ешқандай қатысы жоқ. Қалаған урологтан сұрасаңыз болады, сізге айтады, ол екеуі екі бөлек дүние, өйткені екеуі функциясы екі түрлі болып табылады. Сол себепті бірі-біріне мүлдем қатысы жоқ. Простата ол именно уретра жағына, сідік жағына жауап беретін болса, ал именно эрекция ол еркектік, яғни мүшені тұрғызып, және де қандыру деген мәселе, яғни қану деген мәселелерді туғызады, яғни сол функцияларды атқарады. Енді простатит неден пайда болады? Ең главный мәселе простатит. Простатит, яғни қуық асты безінің қабынуы дейміз. Ең бірінші, толықтай айтып кетсек, инфекциядан болады. Инфекция мынау жыныстық мүше арқылы жұғады, яғни ол дегеніміз жаман ауру сифилис айтып тұрған жоқпын, просто әйел адамның қынабының өзінде инфекция болады. Ол неден келеді? Әйел адам біреуден жұқтырмайды, өзінен өзі пайда болуы мүмкін. Өзінен өзі пайда болған кезде ол жаңа гигиенаны сақтамайды көп әйелдер, мысалға дәрет алмайды, жуынбайды деген сияқты, іш киімін ауыстырмайтын болса, сол кезде инфекция пайда болады. А біз оны жыныстық қатынаста болғаннан кейін не істейміз? Сол кісіден өзімізге жұғады. Сол кезде мүшенің үш жағы ашыған кезде көбінесе, яғни ашиды бізде. Сол инфекциядан простатит пайда болады. Екінші мәселе, және бұл не деп аталады? Екінші мәселе простатиттің қуықтың астында қан ұюынан, яғни қан ұйып қалады. Қан ұйылған кезде простата пайда болады, яғни простатит пайда болады. Сол қан ұйып қалған кезде жалпы төменгі жақ дейміз ғой, төменгі жақ көбінесе бір жерде отырғаннан, отырып жұмыс істегеннен, яғни тікаяқта көбірек тұрғаннан не болады? Қан ұйып қалатын болады. Мысалға, жай адамның простатитпен ауырмайтын адамның астында, қуықтың астында безі мынандай шарик болады, мынандай ақ болады. Не бәрі осындай ақ болады. Ал простатитпен ауыратын кісінің қуық асты безі мынаған айналады. Көріп тұрсыздар ғой, разницасын, айырмашылығын. Мынау ауырмайтын адамдікі, мынау ауыратын адамдікі. Дәл осындай размерде болады. Дәл осындай. Түсінікті ғой, Сол себепті именно простатит кезінде бірінші мәселе, яғни урологқа барып қарау.
Егер де инфекциядан болған болса простатитіңіз, онда үйдегі әйеліңізбен бірге емделу керексіз. Түсінікті ғой. Ал егер сіз мынау қанның ұйығанынан болатын болса, мысалға простатит, онда сізге дәрігер не істейді? Ем-дом жазып береді. Яғни противовоспалительный дейміз ғой, былай айтқанда қабынуға қарсы препараттар жазып беретін болады. Онда қайсы препараттар екен барлығының атын айтпаймын, неге десеңіз көп адам реклама істеп жатыр деп ойлап қалуы мүмкін. 70-80% еркектер біздің Қазақстанда қазір көбінесе интернетте сататын, дәрі сататын компанияларға жүгініп жатады. Олар мысалы үшін сізден сұраған кезде, аға, мынау қуықтың асты қабынып жатыр ма, көп дәретке шығып жатсыз ба, белсіздік жағы, мынау жыныстық қатынас жағы қалай болып жатыр дейді. Сіздер айтасыздар, ол мынау да болмай жатыр, мынау да болмай жатыр, осы бір дәріні ішесіздер, одан кейін не істейді? Осы екеуін де емдейді дейді. Просто сізге құлақтан былай айтқанда тебе салады, иә? Сол себепті сізге бір дәріні мақсат жегізіп жіберу ғой, былай айтқанда. Көбінесе соған адамдар дәрілерді алады да, кейін ешқандай көмегі болмады дейді. Әрине көмегі болмайды. Өйткені сізді именно простатиттікі бөлек болатын болса, тура потенциянікі да, яғни мүшені жыныстық қатынасқа ол мүлдем басқа дүние болады, иә? Оған жауап беретін функциялар да басқа. Сол себепті адаспаңыздар, яғни мен дәрі ішпеңіздер, ішіңіздер деп жатқан жоқпын. Бірақ дәрігердің, урологтың қарауына барған кезде ең главный білетін жағдай, яғни неден болғаны, инфекциядан болып отыр ма, немесе қанның ұйығанынан болып отыр ма, соны біліп алғандарыңыз дұрыс болады. Сонда емі дұрыс кетеді. Түсінікті ғой. Ал келесі мәселе, именно үшінші, енді былай айтқанда официальный, ресми түрде ол қабылданбаған, негізі урологтардың арасында көбінесе айтып кетеді. Үшінші себеп простатиттің болуы жалпы қолмен бітіру дейміз, яғни адам өзі қолмен қандыру дейміз. Енді ол ешкімге жасырмаймыз, ол өтірік емес. Основном тек қана жас өспірімдерде ғана емес, үлкен кісілерде де болып табылады. Жалпы анандай киноларды көріп отырған жерде өз-өзіне жалпы қандырып бітіріп отырады. Вот сол кезде, яғни жыныстық қатынас кезінде әйелден берілетін гормондар берілмейді, қолмен бітіргеннен кейін не болады? Қан ұйып қалады көбінесе. Қан ұйып қалған кезде, бағана айтқанымдай, не болады? Жалпы простатит пайда болады. Ал ендеше бүгінгі сіздерге дайындап қойған жаттығуларымыз бар, яғни урологқа барып, барлық белгілерді біліп алғаннан кейін осы жаттығуды жасасаңыз болады. Неге десеңіз, дәрімен емделгеннен кейін дәрі тек қана воспалениені ғана жояды. Яғни сізде қабыну болып жатыр ма, қатты қабыну болып жатыр ма, соны ғана дәрі емдейді. Бірақ қан ұйып қалғанда қанды ыдыратпайды, ұйыған қанды ыдыратпайды. Сол үшін ұйып қалған қанды ыдырату үшін осы жаттығуларды жасайсыздар. Қазір мен сіздерге былай көрсететін боламын. Мен постоянно көрсеткен кезде жаттығуларды, яғни нүктелер арқылы көрсетеміз, өздеріңіз білесіздер. Бұл жолда жалпы тек қана нүкте емес, және де бұлай жаттығу жасауыңыз керек болады. Бірінші жаттығу ол мынау қуықтың астында, яғни артқы анальный отверстие дейміз ғой, аналды жағынан мына артқа тесікпен, мына жұмыртқаның ортасында нүкте болады. Қолыңызбен былай ұстасаңыз, простата безі сол жерде орналасқан болады. Көбінесе простатитті массаж істеп жатады, урологтар барсаңыз. Вот сол жерде именно сырттан, астыңыздан былайынан мысал үшін болатын болса, мысалға, мына жерде арттағы яғни тесік, анальный отверстие дейміз ғой. Ал мына жерде мысал үшін мошонка, жұмыртқа болады. Соның ортасын аласыздар, қолмен, мына саусақпен өз сезіледі, кәдімгідей сезіледі. Кішкене мынау без сияқты көрінеді. Соны 4 минут бойы сағат тілімен былайынан точкамен массаж жасайсыздар. Қолды артқа тығудың қажет жоқ, осы сыртынан ғана ұстайсыздар. Соны 4 минут, 5 минут бойы массаж істейсіздер. Ақырындап массаж істелінеді. Және де 4-5 минут болған арасын суытпай, тік тұрып аласыз. Және де 20-30 рет отырып тұру керек. Жалпы до конца отырмайсыздар, жартылай. Тек қана жартылай отырып тұрасыздар. 20-30 рет отырып тұрасыздар. Күніне 3 рет жасайсыздар. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде аш қарынға, түсте тамаққа дейін, кешкісін ужинға, яғни кешкі тамаққа дейін, тек қана тамаққа дейін. Не үшін? Өйткені бұл жаттығуды жасаған кезде не үшін бағана айттым?
яғни қанды, ұйып қалған қанды ыдырату үшін дедім. Ұйып қалған қанды ыдырату үшін не істеу керек? Тамақтан алдын істеу керек. Потому что тамақтан кейін істесеңіз, организм босап, но жаттығудың уже керегі де болмай қалады. Жалпы әсері де болмайды деген ме бұл айтқанда? Түсінікті ғой. Бүгін мынау простатит жайлы көбінесе айтып өттік, нелер салдарынан қандай себептер болатынын айтып өттік. Алдағы уақытта именно простатит жайлы, потенция, жыныстық қатынас мәселелерін бәрін өңдейтін қандай да бір жаттығулар болатын болса, барлығын айтып өтетін боламыз. Каналымыздан алыстамаңыздар, бізге лайк қосып, именно не үшін лайк қосасыздар? Жалпы біздің каналымызды жоғалтып алмау үшін лайк қосып тіркеліп қойсаңыздар, біздің каналымызды жоғалтып алмайсыздар. Үй ішілеріңізге аманшылық, өздеріңізге денсаулық тілейміз. Сіздермен болған доктор Шерхан, қош сау болыңыздар.